Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәмі өте керемет пирог дайындайтын боламыз. Үй температурасында майымызға қантымызды қосып араластырамыз. Жұмыртқамызды қосамыз. Ұнымызға қопсытқышымызды қосып, нанымызды илеп аламыз. Пищевой пленкамен бетін жауып, холодильникке жарты сағатқа қоямыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, нанымызды жаймалап шығамыз. Грек жаңғағымен курагамызды орташа етіп турап аламыз. Мейізімізді қосып, бір ыдысқа араластырамыз. Дайындап қойған нанымыздың ортасына салып шығамыз. Сгущенкамызды үстіне құйып, духовкада 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыздың дәмі өте керемет, жасап көріңіздер. Видео сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп қойыңыздар.